Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Plus 6 Workbook Unit 5 An Email About School атты сабақтағы жаттығулар жасау жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 45, 45-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Және бүгінгі сабағымыз мектеп туралы хат деп аталады. Электронды хат. Және бүгінгі сабақта біз сіздермен such as, for example, like деген сөздердің қолдануына байланысты жаттығулар орындаймыз және де электронды хат жазып үйренеміз. Let's begin. Exercise 1. Rewrite the sentences with the phrases in brackets. Төмендегі берген сөйлемдерді жақшаның ішіндегі сөздермен байланыстырып өзгертіп жазуымыз керек. For example, Susie has got a lot of hobbies. Reading, art and photography. Yes. Сьюзидің көптеген хоббилары бар. Кітап оқу, сурет салу және де суретке түсіру. Енді осыды біз such as сөзін пайдаланып сөйлем құрастыруымыз керек. Susie has got a lot of hobbies such as reading, art and photography. Яғни бұл жерде Сьюзидің көптеген хоббилері бар. Such as мысалы немесе сияқты деген сияқты. Сьюзидің көптеген хоббилары бар, оқу, сурет салу, суретке түсіру сияқты. The first, there are clubs, after school drama, music and sport. Yes. The first, there are clubs after school, for example, drama, music and sport. Неде? Мектепте үйірмелер бар, мысалы драма, музыка және де спорт. The second, I'm into pop singers like Adele, Mika and Pink. Маған Adele, Mika, Pink сияқты поп әншілері ұнайды. The third, Dan is into sports such as cycling and tennis. Dan велосипед тебу, теннис сияқты спорттарға жақсы ұнайды. Yes. Are you interested in films? Film stars like Matt Damon and Orlando Bloom. Сен Matt Damon және Orlando Bloom атты фильм жұлдыздарға қызығасың ба деген сияқты сөйлемдер шықты бізге. Next, exercise 2. Join the sentences to make one sentence. Use the phrases in brackets. Яғни сіздерге екі сөйлем берілген. Осы екі сөйлемдерді мына жақша ішіндегі сөздермен бір сөйлемге айналдыруымыз керек. For example, I like fruit, I eat apples and bananas. Маған жемістер ұнайды, мен алма және де банан жеймін дейді. Яғни бұл жерде for example, мысалы деген сөзді пайдаланып сөйлем құрастырамыз. I like fruit, for example, apples and bananas. Маған жемістер ұнайды, мысалы алма мен банандар. Yes. The first. She enjoys team sports. Ол топтық спорттардан демалады, яғни де рахаттанады. She enjoys football and basketball. Оған футбол және де баскетбол ұнайды. Қандай сөйлем шығаруға болады? She enjoys team sports like football and basketball. The second. My dad travels to different countries. Менің әкем әртүрлі қалаларға саяхаттайды. He goes to Poland, Germany and Turkey. Ол Польша, Германия, Турция сияқты қалаларға барады. Yes. Қандай сөйлем шығарамыз? My dad travels to different countries such as Germany, such as мына жерде Poland қалдырып кетіппін деп осылай. Poland, Germany and Turkey. Yes. The third. I've got a lot of things in my bag. Менің сөмкемде көптеген нәрселер бар, заттар бар. There is a pen, a notebook and a dictionary. Ол жерде не бар? Ручка, ноутбук дегеніміз, блокнот және де сөздік. I've got a lot of things in my bag, for example, a pen, a notebook and a dictionary. Yes. The fourth. I put different things on my pizzas. Мен өзімнің пиццама көптеген әртүрлі заттар қолдандым. I use cheese, meat and vegetables. Мен ірімшік, ет және де көкөністер қолдандым дейді. I put different things on my pizzas, such as cheese, meat and vegetables деген сөйлемдер шықты. Next, exercise 3. Adam is visiting a school in Germany. Read about the school and complete Adam's email.
адам Германиядағы мектепке барады. Сол мектеп туралы хат жазады. Сол мына бұл жерде мәліметтер берілген. Және де сол мәліметтермен хатты толықтыруымыз керек. Let's begin. I'm visiting a school in Germany for 2 weeks. Мен Германиядағы мектепті 2 апта бойы бардым. 2 аптаға. Lessons start at 7:30. Сабақтар 7:30-да басталады. There are 6 lessons every day and the lessons 45 minutes long, yes? Күніге 6 сабақ болады, және де сабақтардың ұзақтығы 45 минут. There are a lot of compulsory subjects such as German and English. Деп мына жердегі бәрін maths деп жазсаңыздар болады. English, maths. Яғни ол жерде негізгі пәндер ағылшын, неміс тілі, ағылшын тілі, математика сияқты негізгі пәндер бар. You can choose other subjects. For example, art, music and history. Сен сондай қосымша пәндер, сурет салу, музыка, тарих сияқты қосымша пәндер таңдасаң болады. School finishes at 1:30 and the students eat lunch at home. Сабақтар сағат 1:30-да аяқталады, және де оқушылар үйден түстенеді екен. Яғни түскі астарын үйден ішеді. There are clubs after school such as drama, music, sport, etc. Сондай-ақ мектептен кейінгі арнайы үйірмелер бар. Драма, яғни театр үйірмесі, музыка, спорт сияқты дейді. Осымен біз 3-ші жаттығуды аяқтадық. Ары қарай 4. Describe your perfect school. Use the text in exercise 3 to help you. 3-ші жаттығудағы хатқа негізгі қарай отырып, өзіңнің арманыңдағы идеальный дейді ғой, perfect. Мінсіз мектебіңдің сипатта дейді, қалай болады деп ойлайсың. Мен бұл жерде мысалға жаздым, бұл жерде сіздер өз ойларыңыз қарай өзгерте бересіздер. I'm visiting a school in Turkey for a month. Мен Түркиядағы мектепте 1 айға да болдым. Lessons start at 9. Сабақтар сағат 9-да басталады. There are 5 lessons every day and the lessons 30 minutes long. Күніне 5 сабақ болады, және де сабақтардың ұзақтығы 30 минут. There are some main subjects such as English, maths and science. Бірнеше басты пәндер оқимыз, мысалы ағылшын, математика және де жаратылыстану. You can choose other subjects like history and French. Сен басқа да қосымша пәндер таңдасаң болады, тарих және де француз тілі сияқты. School finishes at 1 o'clock and the students eat lunch at school canteen. Мектеп сабақтар сағат 1-де аяқталады, және де оқушылар мектеп асханасынан түскі асын ішеді. There you can get snack food and fruits. Сен ол жерден тіске басарлар және де жемістер ала аласың. There are clubs after school such as dance, football and volleyball. Сондай-ақ мектеп кейінгі айналысуға болатын үйірмелер бар. Би, футбол және де волейбол сияқты деп жаздым. Бұл жерде сіз өз арманыңызға қарай мінсіз мектептің сипаттасаңыздар болады. Осымен біз 45-ші беттегі жаттығулардың мысалы жолымен және жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye.